Фермер оның иелігінде жүрген құбыжықты байқаған кезде, ол оның ізіне түсуді ұйғарады және сиырды тіршілік иесін азғыру үшін жем ретінде пайдаланады. Жыртқыштың жақындап келе жатқанын байқаған сиыр қашып кету үшін өзін босатуға тырысады. Бірақ шынжырларын үзе алмай, ақыры жеп қалады. Бірнеше айдан кейін Рождество мерекесінде отбасы өзінің табиғи сұлулығымен және тыныштығымен танымал оқшауланған аралға жету үшін көлікке отырып паромға мінеді. Оның GPS жұмыс істемейтінін түсінгенде, Шарлотта жолды білу үшін тоқтауды шешеді және ол жерге қалай жетуге болатынын сұрайды. Мекен жайы. Осы кезде отбасы өздерінің баспаналары аралдың арғы жағында орналасқанын біледі және оларға жету үшін жағалау жолымен жүруге кеңес беріледі. Алайда, Матс аталған жолмен жүрудің орнына аралды кесіп өтіп, жолды кесіп өтуді шешеді. Ал Каспер аралдың мүлдем бос екенін түсінген кезде, онда тұратын басқа адамдар қайда деп ойлай бастайды. Мұны естіген Матс өзінің отбасын Рождествоны ештеңеге алаңдамай бірге өткізу үшін тыныш жерге апарғанын айтты. Ол зерігіп кетті. Аралда ештеңе істемейді. Өйткені жақын жерде дүкендер жоқ және ұялы телефоны жұмыс істемейді. Каспер кішкентай әпкесін қорлай бастайды және олар сапар барысында ұрыса бастайды. Балаларын тыныштандыруға тырысып жатқанда, Матс жануарды қағып кетіп, оның тірі екенін тексеру үшін көлікті тоқтатады. Алайда, ол көліктен түскенде, ер адам жаратылыстың жоғалып кеткенін түсініп, оның көлігіне қандай шырыш жабысып қалғанын біледі. Оның ата-анасы бұл іздерді қандай жануар қалдырғанын анықтауға тырысып жатқанда, Хасе барлауға кетеді. Ол қоршауға жақындап келе жатқанда, қызыл жүк көлігі пайда болады. Ал ер адам қыздың назарын аударып, бейтаныс адамдардың бар екеніне қатты ашуланады. Миллер ерлі зайыптыларға балаларын алып кетуді бұйырады. Өйткені олар бұл жолмен жүрмеуі керек еді. Отбасы ақыры жалдамалы үйге келгенде, Матс пен Шарлотта үйдің фотосуреттердегідей емес екенін түсінеді. Бірақ олар әлі де бақытты, өйткені олар жақсы баға төледі. Бұрындау үшін төмен баға. Оның отбасы Рождествоға үй дайындап жатқанда, Хасе жақын маңда серуендеуге бел буып, ауласынан бос тұзақ тауып алады. Бірнеше метр қашықтықта ол қараусыз қалған сарайды байқап қалады да, жақындаған кезде бұл жердің қойма ретінде пайдаланылып жатқанын түсінеді. Оның ашқан жаңалығына қуанған бойжеткен өз олжасын ата-анасымен бөлісуге жүгіреді. Бірақ бұл жерді білмей жалғыз шыққаны үшін ұрысады. Ата-анасының оны тыңдағысы келмейтініне ренжіген Хасе велосипедін алып, сол қоршауға оралып, көлік қағып кеткен жануарды іздеуге ниетті екенін айтады. Дәл осы кезде Шарлотта ашуланып, қызға бөлмесіне қайтуды бұйырады. Өйткені ол бұл жолды қайта кесіп өтсе, қиындыққа тап болғанын қаламайды. Алайда, ымырт жабылған кезде Хасе жасырын түрде үйден шығып, қоршауға жету үшін велосипедін алып кетеді. Осы жерге жақындаған кезде қыз әлдебір күңкілі естіп, фонардың көмегімен тастанды жануарды тауып алады. Хасе оған көмектесуге тырысып, пальтосын шешіп, оны қауіпсіз жерге апару үшін тіршілік иесін орап алады. Бірақ соңында мені аң қуып келе жатқан құбыжық болып шығады. Қыз өзіне қауіп төніп тұрғанын түсінгенде, ол қашып кетеді де, велосипедпен ата-анасы тұрған үйге тез оралады. Бөлмесіне оралмас бұрын, ол қараусыз қалған сарайға тоқтауды ұйғарады да, эльфті сол жерде демалуға қалдырады. Пальтосын көтергенде, Хасе бұл жануардың әкесінің көлігінен табылған шырышты шығаратынын түсінеді және бұл оның қозғалғанын көрген тіршілік иесі екенін түсінеді. Келесі күні таңертең, күн шыққаннан кейін көп ұзамай Миллер мен Карен құстардың ерекше қозғалысын байқап, олардың орманнан қашып бара жатқанын түсінді. Осы орманда тұратын эльфтің адамдарды қуып кетуіне жол бермеу үшін Миллер тағы бір сиырын құрбандыққа шалып, оны аңға тамақтандыруды шешеді. Алайда, қоршауға жақындаған кезде, ер адам балшықтағы аяқ киімнің іздерін байқап, Андерске сиырды орманға апаруды бұйырады. Ал ол іздердің кімге тиесілі екенін анықтайды. Хасе ата-анасымен таңғы ас ішіп отырып, өзін табиғи ұстауға тырысады. Бірақ Шарлотта көп ұзамай қызының қолының артқы жағындағы сызатты байқап, оны таңуға көмектеседі. Жас әйелден жарақат туралы сұрағанда, ол жатын бөлмесінің терезесін жаппақ болған кезде өзін жарақаттағанын және мұны істей алғанын айтады. Ата-анасының назарын аударыңыз. Тамақтанып болған соң, отбасы шырша іздеуге баруды шешеді. Бірақ Хасе үйде қалу үшін сылтау ойлап тауып, осы мүмкіндікті пайдаланып сарайға барады. Қараусыз қалған қораға келгенде, қыз Гекконы іздеп, оны жеу үшін оған алма лақтырады. Алайда, бірінші тістегеннен кейін, эльф жемісті лақтырып жібереді. Ал Хасе оның жыртқышпен айналысып жатқанын түсінеді. Оған бекон жолағын бергеннен кейін, қыз жақындап келіп, оның қандай жануар екенін анықтауға тырысып жатқан кішкентай тіршілік иесін бақылайды. Содан кейін Хасе кішкентаймен сөйлесуге тырысады және бірте-бірте оның сеніміне ие болады. Бірақ ағасының келуіне кедергі жасайды. Әпкесін шыршаны безендіруге көмектесуге шақырғаннан кейін, Каспер екінші қабатта тіршілік иесінің бар екенін байқайды және Хасе оған шындықты айтуды шешеді. Баланы ата-анасына айтпауға көндіруге тырысып, Хасе оны іздеу үшін орманға оралғанын айтады. Көлік қағып кеткен жануар, біз оны алған жарақатынан айығу үшін оны қораға апаруды шештік. Каспер әпкесінің жануарға көмектескісі келетінін түсінгенде, ол оған құпияны жасыруға көмектесуді шешеді және екеуі де шыршаны безендіру үшін үйге барады. Отбасы жиналып, осы сәттен ләззат алып жатқанда,
Миллер оларды терезеден бақылайды, бірақ оның қатысуын ешкім байқамайды. Кейінірек ол қараусыз қалған сарайға баруға кетіп бара жатқанда, Хасені үлкен ағасы ұстап алады. Ал Каспер онымен бірге тіршілік иесін көруге баруды шешеді. Ағасының ата-анасына бәрін айта алатынын білген жас қыз оны кішкентай жануармен таныстыруды шешеді. Ал Каспер онымен бірге тіршілік иесін көруге баруды шешеді. Оған эльфті таңуға көмектеседі. Ағасы мен әпкесі бұл тіршілік иесіне алаңдап жатқанда, Миллер қораға жақындап, жасөспірімдерді ағаштың саңлауынан бақылап отырады. Қолында баласы бар Хасені көргенде, ер адам іздеген растауын алады да, Андерстің қауіпсіздігін тексеру үшін жүк көлігіне қарай жүгіреді. Бастығынан алған бұйрығын орындап, фермадағы сиырлардың бірін орманға апарғаннан кейін Андерс кетіп қалады. Алайда, жолда келе жатып, оған Миллер қоңырау шалып, оған қауіп төніп тұрғанын айтады. Осы кезде ер адам жақындап келе жатқан эльфтердің дыбыстарын ести бастайды және қашуға тырысады. Бірақ қашып бара жатқанда соққыға жығылады. Миллер әріптесінің шарасыздығын түсінгенде, оған уақытында жету үшін газды басады. Алайда, ер адам қоршауға жақындай алған кезде тым кеш болады. Өйткені Андерс орманның ең қалың жеріне сүйреліп үлгерген. Содан кейін досының жойылғанын растайды. Жаңа ғана куә болған нәрсеге таң қалған Миллер үйіне оралып, әйеліне Андерстен қалған нәрсені көрсетеді. Сол күні түстен кейін Карен болған оқиға туралы хабарлау үшін басқа арал тұрғындарымен кездесіп, бұл соңғы 15 жылдағы адамдарға жасалған алғашқы және соңғы шабуыл екенін айтты. Әйел шабуылдың себептерін білемін деп мәлімдейді және тепе-теңдікті қалпына келтіру үшін қолдан келгеннің бәрін жасауға уәде береді. Келесі күні таңертең олар Киконы тамақтандыру үшін қораға барғанда, тіршілік иесінің түнде қандайда бір жануарды жеп қойғанын, сондықтан аш емес екенін біледі. Қыз бұл тіршілік иесінің жыртқыш екенін білсе де, ол одан қорықпайтын сияқты және өзін қауіпсіз сезіну үшін оны қолына алуды шешеді. Кика беконның бір тілімін жеп жатқанын көріп отырып, Хасе жергілікті тұрғындар эльфтерді орманда қамап жатыр ма деп ойлай бастайды және оларды бұл қоршаулардың артына қамамау керектігін айтады. Қыз бала адамдар сияқты барлық биологиялық түрлердің де бостандыққа құқығы болу керек деп санайды. Бірақ Каспердің айтуынша, қоршаулар адамдарды осы құбыжықтардан қорғау үшін жасалған. Бірнеше минуттан кейін ол тағы да бекон сатып алу үшін үйіне қайтып бара жатқанда, Хасе үйге келе жатқан көлікті көреді. Ал анасы есікті ашу үшін жүгіріп келеді. Осы кезде Карен оны үйіне кофе ішуге шақырады. Ал Шарлота бұл шақыруды оңай қабылдайды. Бұл оның араласуға, жаңа достар табуға мүмкіндік екенін түсінеді. Жолда олар Миллердің орманда тұзақ құрып жатқанын байқайды. Ал Матс орманда жыртқыштар бар ма деп ойлай бастайды. Немересінің көмегімен Карен қонақтарды қарсы алу үшін дастархан жайып, Каспер қызға қызығушылық таныта бастайды. Тамақ ішіп отырғанда Хасе орманның неліктен дуалмен қоршалғанын сұрайды. Ал Карен оның орманды қорғау үшін салынғанын айтады. Оның айтуынша, жергілікті тұрғындар аралға бейтаныс адамдар келіп, табиғатты пайдалана бастағанға дейін өсімдіктермен, жануарлармен үйлесімді өмір сүруге дағдыланған. Ағаш кесетін зауыт ашылғаннан кейін бұл топ ағаштарды кесуге кірісті және өз бизнесінде жұмыс істеу үшін ондаған адамды жұмысқа алды. Қызметкерлердің арасында Ливтің ата-анасы да болды. Олар қайғылы химиялық апаттан қайтыс болды. Химиялық қалдықтар бір кездері ағаш кесетін зауыт тұрған жерге жайылғаннан кейін тірі қалған тұрғындар аумақты оқшаулау үшін қоршау салуды ұйғарды. Бұл оқиғаны естіген Хасе дәретханаға бару үшін орнынан тұрып, жолда Кареннің кеңсесін тауып алады. Мен бұл әйелдің не жасырып жүргенін білгім келеді. Қыз айналасындағылардың бәрін иіскеу үшін ішке кіруді ұйғарады да, шыны ыдыстан эльфтің бас сүйегін тауып алады. Осы кезде ол Кареннің жақындап келе жатқанын естіп, жасырынып қалады. Содан кейін радиодан әйелдің күйеуімен әңгімесін тыңдайды. Осы әңгімеден Хасе кофеге шақыру оларды үйден шығаруға сылтау болғанын біледі. Ал бұл арада Миллер сарайды тінтіп жатыр. Бала, қыз шындықты білгенде пальтосын алып қашып кетеді. Қызының қайтып келуіне көп уақыт кетпегенін түсінген Шарлота Касперден оның артынан баруын өтінеді. Ал Лив онымен бірге жүруді шешеді. Олар жалғыз қалғанда, жас әйел Касперге отбасын аралдан кетуге көндіруге кеңес береді. Өйткені орман эльфтері адамды жаңа ғана жойып жіберген. Сарайға келгеннен кейін Хасе Киконы іздей бастайды және оны трактордың артына тығылып жатқанын көреді. Сәбидің аман есен жүргеніне қуанған қыз оған жақындауға тырысады. Бірақ көп ұзамай оның жалғыз емес екенін біледі. Жас әйелді шетке итеріп жібергеннен кейін Миллер еңкейіп, баланы ұстап алып, сөмкесіне тығып алады. Кикоға қауіп төніп тұрғанын көріп, Хасе ер адамның оны алып кетуіне жол бермеуге тырысады. Бірақ Миллер қызды итеріп жіберіп, жануарды орманға қайтару үшін көлігіне отырады. Кішкентай тіршілік иесін құтқаруға бел буған қыз жүк көлігінің артынан дуалға қарай жүреді және Миллердің мақсаты баланы ата-анасына қайтару екенін түсінеді. Киконы босатқаннан кейін ер адам кетіп қалады да, Хасенің орманда жасырынып жүргенін білмей қақпаны құлыптайды. Ол сәбиді қайтадан табамын деп үміттенеді және оны күтіп тұрған қауіптен бейхабар. Қыз орманға жалғыз кіруге бел буып, оның атын атай бастайды. Серуендеп келе жатып, қыз біртүрлі дыбыстарды естіп, оның соңынан ермегеніне көз жеткізу үшін жан-жағына қарайды. Бірақ ол тек ағаш діңдерін көреді. Үйге келгенде, әпкесінің ол жерде жоқ екенін білгенде, Каспер мазасыздана бастайды және ата-анасына шындықты айтуды шешеді. Қорадан жансыз жануарды тапқан Шарлота шарасыздыққа бой алдырады.
Өйткені ол қызына шабуыл жасаған болуы мүмкін деп күдіктене бастайды. Алайда Каспер бұл жай ғана бала болды деп мәлімдейді және Хасе Киконың орманға оралуына көмектесті деп күдіктенеді. Қызын аман есен табамын деп үміттеніп, ерлі зайыптылар қоршауға келеді. Бірақ қыздың велосипедін ғана тауып алады. Осы кезде Шарлота қызының қоршаудан асып кеткеніне күдіктене бастайды. Сондықтан Матс Касперден Кареннің үйіне барып, қақпаның кілтін сұрайды. Осылайша олар Хасені іздеу үшін орманға бара алады. Бірнеше минуттан кейін Миллер пайда болып, ерлі зайыптыларды кетуге көндіруге тырысады. Бірақ Матс қоршаудың үстінен өтуді талап етеді және мылтықпен қорқытумен аяқталады. Әйеліне қауіп төніп тұрғанын көріп, Матс әрекет етуге бел буып, Миллерді құлатады. Ол өзі жасаған тұзақтан жарақат алады. Жерге жайғасыңыз. Ер адам ауырып айқайлап жатқанда, Матс оны тұтқындау үшін мылтықты алады. Ал әйелі қақпаның кілтін ұрлап кетеді. Ақыры Кареннің үйіне жеткенде, Каспер оған болған жағдайды айтып, қақпаны ашуға көмек сұрайды. Бірақ ол көмектесуден бас тартады. Әжесінің Хасені құтқарғысы келмейтінін түсінген Лив шара қолдануды ұйғарады және Каспердің қоршаудың үстінен өту үшін кілттерді ұрлайды. Бірнеше минуттан кейін қыз ескі ағаш кесетін зауытты тауып алып, ғимаратқа кіргенде қауіп төндіретін тіршілік иесінің көлеңкесіне тап болады. Қорқынышқа бой алдырған Хасе жасырынуға бел буып, шкафқа кіреді. Ол енді сырттан ешқандай дыбыс естімейтін болса, ол кетуге бел буады. Бірақ оны жұтып алмақ болған эльфтің қолына түседі. Алайда қыз шынжырлы араны қосып, қашып үлгереді. Ал құбыжық басынан соққы алады. Осы кезде Хасе қашып кету мүмкіндігін пайдаланды, бірақ ол кейбір бұтақтарды басып қалды. Ол жерге құлаған кезде ағаш діңдерінің тіріліп жатқанын көрді. Қыз қорқып, орнынан тұрып, қақпаға жетуге тырысады. Бірақ көп ұзамай оның адасып кеткенін түсінеді. Бақытымызға орай, жолда ол Кикамен кездеседі. Ал кішкентай құбыжық оған шығудың жолын табуға көмектесуді шешеді. Анасының даусын естіген бойжеткен жеңілдеп, оны құшақтап жүгіріп келеді. Алайда ол Киконы көргенде, әйел оны қауіп ретінде көріп, тіршілік иесін қорқытады. Ол анасына баланың қауіпті емес екенін түсіндіруге тырысқанда, Хасені орманнан сүйреп шығарады. Ал эльфтер екеуінің соңынан ереді. Құбыжықтардың келе жатқанын көргенде, Миллер қақпаны жабу үшін жүгіреді. Бірақ электр қоршаулары қирап қалды. Сондықтан ол эльфтердің бұл жерден кез келген уақытта шыға алатынын біледі. Ер адам Матспен бірге жүк көлігіне отырып, Шарлотаға қызын сол жерден алып кетуді бұйырады. Бірнеше минуттан кейін Лив пен Каспер пайда болып, қоршаудағы үлкен тесікті тапты. Олар бірден эльфтер қашып кетті деген қорытындыға келіп, тұрғындарды ескертуге асығады. Миллер үйіне қайтып келгенде, ол әйеліне болған оқиғаны айтып береді. Ал Карен оған Матспен бірге қайтып келіп, таң атқаннан кейін электр қоршауын қосуды бұйырады. Осы уақытта Шарлота екеуі үлкен қауіп төніп тұрған Лив пен Касперді іздеуге баруы керек. Оның соңынан еріп келе жатқанын түсінген бойжеткен эльфтердің назарын аудару үшін 3 велосипедін қосып, досымен бірге үйіне жаяу қайтуды шешеді. Құбыжықтардың шуға тартылғанына әлі де күдіктенген Лив үзіліс жасап, күннің шығуын күтуді шешеді. Өйткені ол қараңғыда олардың эльфтерге қарсы тұруға бірде-бір мүмкіндігі жоқ екенін біледі. Сол кезде Каспер Кареннің қыздың ата-анасы апаттан қайтыс болды деп өтірік айтқанын түсінеді. Шындығында оларды эльфтер жойып жіберді және ол осы аралда тұруды жек көрсе де, Лив әжесіне осы құбыжықтарды бақылауда ұстауға көмектесуді өз мойнына алды. Таң атқанда Карен өз жоспарын іске асырып, отбасы тұрған үйге барады. Ал Миллер мен Матс қоршауды жөндеуге тырысады. Каспер мен Ливтің үйде жоқ екеніне көз жеткізгеннен кейін трио кетуге дайындалып жатыр. Бірақ көлікке отырар алдында Карен бұл тіршілік иелерінің жақын жерде екенін түсінеді. Ықтимал шабуылдан құтылу үшін әйел Шарлотамен бірге қораға қамалып қалды. Ал Хасе оның барлық қиыншылықтары үшін өзін кінәлі сезініп жылай бастады. Қоршауды жөндеу кезінде Миллер қоймада жасырынған эльфті байқайды. Сондықтан ол Матсқа шығып, көлікті іске қосуды бұйырады. Өзін қорғау үшін балтаға жетуге тырысқанда, Миллерге арт жағынан шабуыл жасалып, қашып құтыла алмайды. Ер адамның қоймадан тірі шықпайтынын түсінгенде, Мат көлікті жылдамдатып, әйелімен кездесуге барады. Ол да қауіп төніп тұр. Қорада қамалып қалған кезде, Карен өзін қорғау үшін шанышқыларды алып, есіктің дәл алдында тұрды. Бірақ құбыжықтар шатырдағы тесікті ашып, оны таңғалдырды. Төбесі қирағаннан кейін олар Хасені басып алмақ болды. Бірақ қызды Карен құтқарды. Ол жануардың денесін пішен айырымен ұрды. Үйге оралмас бұрын, Лив қашып кету туралы ескерту үшін басқа тұрғындардың үйлеріне үңілуді ұйғарады да, қанға боялған жаймаларды тауып алады. Бақшаны аралап жүріп, ол Джон мен Элизабеттің жансыз денелерін тауып алып, оның тым кеш келгенін түсінеді. Ол құбыжықтардың жоғалып кеткенін түсінгенде, Карен эльфтердің неге Хасені аулап жүргенін сұрайды. Ал қыз олардың біреуін кездейсоқ арамен өлтіргенін айтады. Осы кезде әйел кек алудың себебін түсініп, Хаседен жіберген қателігін түзетуге көмектесуін сұрайды. Қызды көлікке отырғызуға көндіргеннен кейін, Карен Элизабетті артта қалдырып, не болатынына араласпау үшін кетіп қалады. Бірнеше миль жүргеннен кейін, әйел көлікті тоқтатып, Хасені нокаутқа түсіру үшін шүберекті қандай да бір затпен сулайды. Бірнеше сағаттан кейін оянғанда,
Қыз орманда ағаш діңімен қоршалғанын көріп, оның жанында Карен тұрғанын түсінеді. Оның мақсаты Хасені құрбандыққа шалып, одан да көп жазықсыз адамдар өлгенше шабуылды тоқтатуға тырысу. Шабуылды баланы қолға түсіріп, кейін эльфтің өмірін қиған Хасе бастағандықтан, әйел өз әрекетінің зардабын тартатыны әділетті деп санайды. Басқалар оның қателіктері үшін өтемақы төлемеу үшін. Ол орнынан тұрғанда Хасе бөренеге байланғанын түсініп, ата-анасына қоңырау шала бастайды. Бірақ көп ұзамай оған ешкім көмекке келмейтінін түсінеді. Осы кезде ол оны жіберуін өтінеді. Ал Карен оны құшақтап қоштасады. Әйелдің айтуынша, Хасе осы бейберекетсіздікке жауапты болған. Енді ол тәртіпті қалпына келтіру үшін эльфтерге бағынуы керек. Карен оның зардаптарын шегу үшін оны тастап кеткеннен кейін ол кетіп қалады. Ал Хасе бұл шынжырлардан құтылудың жолын іздей бастайды. Отбасын іздеп, жолда келе жатып, Матс әйелін тауып алып, қызының ұрланғанын біледі. Жағдайдың мүлдем бақылаудан шығып кеткенін түсінген Лив үйіне қайтуға бел буып, әжесінің ескі радиосын жөндеу үшін Касперден көмек сұрайды. Қыздың мақсаты жағалау күзетінің көмегіне жүгіну және одан да көп адамның өліміне жол бермеу. Алайда құрылғы істен шығып, Лив үмітін үзе бастады. Кенет екі жас қоймадан шыққан шуды естіп, не болып жатқанын тексеру үшін сыртқа шығады. Сол жерде олар Миллердің қанға боялғанын көреді. Ал Лив атасының тірі қалғанынан жеңілдеп, оны құшақтауға жүгіреді. Жас жігіттердің көмегімен ер адам қоршауды жөндеп жатыр. Көп ұзамай Каспер ата-анасының келе жатқанын көреді. Ұлымен қайта қауышқаннан кейін Шарлота оны құшақтап жүгіріп келіп, Хасенің қайда екенін сұрайды. Миллер қызды Карен ұрлап кеткенін білгенде, немересінен оны табуға көмектесуін сұрайды. Ал Каспер олармен бірге баруды шешеді. Ағаш діңін құлату үшін жер қазып жатқанда, Хасе Киконың келгеніне таңғалады. Ал кішкентай эльф оған қазуды жалғастыруға көмектесу үшін олармен бірге баруды шешеді. Алайда жүк көлігінің келе жатқанын естігенде, бала жасырынып қалады. Ал Каспер әпкесін құшақтау үшін жүгіреді. Осы кезде Миллер қызды шынжырдан босатады. Бірақ олар кетер алдында Карен пайда болады. Содан кейін әйел оларды тастап, Хасені тастап кету үшін мылтықты пайдаланады. Бірақ күйеуі мен немересі оны елемейді. Ол досына қауіп төніп тұрғанын түсінгенде, Кико Каренге шабуыл жасайды. Бірақ әйел оны лақтырып үлгеріп, оқ жаудыра бастайды. Алайда өзінің ептілігінің арқасында кішкентай бала оқтан жалтарып үлгереді. Ал Хасе оған қашуға кеңес береді. Осы кезде Карен эльфтердің жаңа нысанасына айналады. Ал әйелге шабуыл жасалып жатқанда, Миллер жасөспірімдермен бірге қашып кетеді. Жүк көлігіне отырмас бұрын Хасе Киконы өзімен бірге қашып кетуге көндіруге тырысады. Бірақ кішкентай бала орманда отбасымен бірге қалуды жөн көреді. Ал бала жасөспірімдермен бірге қашып кетеді. Қыз оны тастап кетуге мәжбүр болады. Каренмен бірге оны ересек эльфтер жеп қояды. Қашып бара жатқанда, Миллер осы құбыжықтардың бірі оның көлігіне соғылып, оны құлатпақ болғанын түсінеді. Алайда тіршілік иесі жүк көлігінің төбесіне шығып, лифті ұстап алу үшін терезені сындырып үлгереді. Қызға қауіп төніп тұрғанын көрген Каспер тасерді ұстап алып, құбыжықты электр тогымен өлтіру үшін терезеден шығып кетеді. Құрбанын босатқаннан кейін, эльф алдыңғы әйнекке секіріп, оны сындыруға тырысады. Бұл апатқа әкеледі. Ағашқа соқтығысқан Миллер құбыжықты басып қалды, және ол және жастар саяхатын жаяу аяқтауға мәжбүр болды. Шарлота балаларының дуалға жақындап келе жатқанын көргенде, ол қақпаны ашуға дайындалды, бірақ олардың артынан құбыжықтар келе жатқанын түсінді. Тірі қалған 4 адам керемет түрде дуалдың үстіне шығып үлгерді, және олар арғы жарында екенін түсінгенде, эльфтер шегінуге шешім қабылдады. Хасе анасын құшақтап жүгіріп келе жатқанда, Миллер көмекке шақыру үшін алауды пайдаланады. Ал бірнеше сағаттан кейін Матс және оның отбасы көлікке отырып, үйлеріне қайтады. Кетер алдында Каспер Лайфпен қоштасып, оның атасына бәрін жөндеуге көмектесу үшін аралда қалуға ниетті екенін біледі. Олар жасаған тәртіпсіздік. Алайда Миллер немересін осы жерде қамауда ұстаудың орнына оған кетуге мүмкіндік береді. Ал Лив осы мүмкіндікті пайдаланып, әлемді зерттейді. Жағалауға сапар шегу кезінде Хасе аралдың алыстап бара жатқанын бақылап, Киконы артта қалдырғанына өкінеді. Алайда шындық мынада, кішкентай бала ол ойлағаннан да жақынырақ болды. Өйткені ол отбасылық көліктің астына тығылды.